Мен кейде бұлай ойлаймын, қазақ қыздарына ала дорбаны арқалатып бір ескерткіш қою керек деп. Сол ала дорба арқылы, ала дорбамен сауда саттық жасау арқылы отбасын асырап шықты. Университетте, мектепте оқып жатқан балдарын қалдырмас үшін соларды оқытып шықты аналар. Сол аналарды мен көзім көрген адаммын. Сонда кейде ойлаймын, сол уақыты үшін ала дорбанан менің қасына тұрғызып, аналарға бір ескерткіш қойып қойса Қазақстанда деп ойлаймын. Өйткені сол ала дорба әлі келеді біздің қоғамымызда. Міне, жаңа айтып отырмын ғой, біздің қазақ қыздары қай ортада жүрсе де өзін алып шығатын тұлға. Мен өзімнің қазақ қыздарыма өте мақтаныштық сезімменен бүкіл ұлттың алдында, қандай ұлт болса да, қандай мемлекет болса да, біздің қазақ қыздары үшін мен мақтанатын жанмын.